Қазақстанда құрылтай сайлауы ашық әрі заң талаптарына сай өтіп жатыр. Бүгін 23 сайлау учаскесіне бақылау жүргізуге міндеттеме алған Түркі мемлекеттер ұйымы бақылаушылары осындай қорытынды жасады. Ұйымның бас хатшысының орынбасары Нуру Гулиев сөзіне қарағанда, сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі және көру қабілеті нашар азаматтар үшін барлық қажетті жағдай жасалыпты. Тиісті техникалық құралдар да бар. Барлық сайлау учаскесінде байқаушылар да, сайлау комиссияларының мүшелері де бюллетендер салынатын жәшікті анық көре алады. Олар учаскенің ортасына орналастырылған және дауыс беру процесіне қатысушылардың барлығына көрініп тұрған. Сондай-ақ учаскелердің техникалық жабдықталуына, заманауи цифрлық технологиялардың қолданылуына да жоғары баға берді. Құрылтай сайлауына қатысты ұйымның түпкілікті қорытындысы келесі аптада жарияланады. Bütün seçim noktalarında барлық сайлау учаскелері техникалық жабдықталу жағынан да, қызметкерлері мен сайлау комиссиясы мүшелерінің жұмысы тұрғысынан да өте жақсы ұйымдастырылып, талаптар мен заңнамаға сәйкес дайындалған. Әрбір байқаушы дауыс беру процесін, соның ішінде сайлау жәшіктерін еш кедергісіз бақылай алды. Азаматтарға жасалған осындай жағдайлардың арқасында олар Конституцияда бекітілген дауыс беру құқығын еркін жүзеге асыра алады.